Құрметті мұсылман жұртшылық, бізге сұрақ келіп түскен екен. Шариғи неке дегеніміз не? Заңды неке дегеніміз не? Азаматтық неке дегеніміз не? Шариғи неке дегеніміз екі жас келіп, көбінесе мешітке келіп, некесін қидыруға келген кезде қойылатын талаптар болады. Сол талаптар орындалған кезде шариғи неке амалға асады. Ең бірінші, шариғи неке болу үшін, мұсылмандық неке болу үшін, ер адам мұсылман болуы шарт. Әйел кісі де мұсылман болады, немесе кітап иесі болады. Одан кейін куәгерлер болу керек. Куәгерлердің бәрі мұсылман болу керек. Куәгерлер жоқ дегенде екі ер болу керек, немесе бір ер, екі әйел болу керек. Одан кейін әке шешенің ризалығы. Яғни екі тараптың әкелері немесе әке шешесі сол некеге ризалығын беру керек. Одан кейін мәһр айтылады. Мәһр айтылмай қалған жағдайдың өзінде ол ер кісінің міндеті болып табылады. Мәһр мисл берілуі міндет болады. Ал енді соңында атқарылатын екі жастың бір-біріне беретін ризалығы. Яғни қысқартып айтсақ, алдым, тидім деген сөздер айтылу керек. Яғни екі жастың ризалығымен, осы жоғарыда айтқан шарттармен шариғи неке бар болып есептелінеді. Алланың алдында бұл екі жас ерлі зайыпты болып табылады. Ал енді заңды неке дегеніміз не? Заңды неке дегеніміз сол елдің талаптарына сай белгілі құжаттарды өткізумен, екі жастың ризалығымен, сол ахат бөлімінің куәлік беруімен заңды некеге тұрған болып есептелінеді. Заңды некеде де кейде шариғаттың талаптары бар болып есептелінсе, немесе бар болса, ол шариғи неке болып та есептелінеді. Яғни әке шешенің ризалығы, екі жастың ризалығы, куәгерлердің болуы, және қалған шарттар орындалып жатса, кейде мәһр айтылмаса да мойнына міндет болады дедік. Ол неке дұрыс болып кете береді. Ал енді азаматтық неке дегеніміз, яғни біздің түсінігімізде, ол шариғи некеде болмаған, немесе заңды түрде некеде болмаған болса, ол адамдардың некесі азаматтық неке деп есептелінеді. Шариғат талаптарына сай қиылмағандықтан, ол некенің шариғи күші болмайды. Яғни шариғат бойынша ол адамдар некесіз болып есептелінеді.